Пайғамбарлардың жіберілу мақсаты. Пайғамбарлар араларындағы дәреже айырмашылықтарына қарамастан, бәрі жаратушының таңдаулы құлы әрі Аллах затының шағылдарына қарай таңдалған. Олар Аллах тағалаға басқа жұмырт басты пенделерге қарағанда бір табан жақын. Жаратушы оларды бөгде адамдар бас сұға алмайтын қорғанда тәрбиелеп өсіріп, өзінен басқа өзге нәрселерге көз тастап көңіл бөлуіне мүлдем жол бермеген. Барлық пайғамбарлар секілді пайғамбарымыз да өмір бақи Раббысынан басқаға мойын бұрмай, тек ол жайлы ойлап, хақтың ақиқаты мен құдіретін паш етіп өткен. Ол есер ой мен есерсоқ ниеттен алыс болып, дүние қызығының соңына түспеген. Бөгде нәрсе сиқырлап өзіне тартып, қызықтырып басын айналдыра алмаған. Көзін ашқан сәтте Раббысын көріп, көзін жұмар сәтте де Аллахым, Рафиқул А'ләні, ұлы досымды қалаймын деген болатын. Енді осы жайды Айша анамыздан радиаллаху анха тыңдайық. Аллах елшісі сырқаттанған кезде маған дұға ет дейтін. Мен мүбәрәк қолынан ұстап, қолының берекетімен шипа табуын үміт етіп, алақанымды мүбәрәк басына қойып дұға ететінмін. Өлім аузында жатқанда бұрынғыша дұға етейін деп ұмсынғанымда, ол қолын тартып алды да, Аллахым, ұлы досымды қалаймын деді. Аллах Расулы осыдан соң өмірдегі достарын емес, шын досы Раббысымен қауышуға асыққан еді. Өмірге таза келіп, таза кеткен, пәк ғұмыр кешкен пайғамбарлар, әсіресе пайғамбарымыз әлемге не үшін келді? Қандай мақсатпен жіберілді? Ендігі сөзіміз осы сауалдардың жауабынан өрбейді. Әсіресе мына бастапқы екі негіз осы тақырыптың мәнін аша түспек. Біріншісі, пайғамбарлардың зеңгірде асақ дәрежелеріне немқұрайлы қарамай, оларға жай үстірт баға берушілерге бұлтартпас дәлелдермен жауап беруіміз қажет. Екіншісі, бүгінгі таңда пайғамбарлыққа тиісті міндет арқалаған адамдарға қандай жолмен, қандай жүйемен жүру керектігін көрсету. Мәселені қай жағынан алып қарасақ та, тақырыптың маңызы кемімейді. Ойымызды бірнеше тарауға бөліп қарастырамыз. Бірінші тарау құлшылық қасиеті. Пайғамбарлардың жіберілу мақсаты адамның жаратылыс мақсатымен бір арнада тоғысады. Ол Аллах тағалаға құл болу. Аллах Құран кәрімде «Мен жын мен адамзатты маған құлшылық етсін деп қана жараттым». Зарият сүресі 51-56 деп осы мәселенің басын ашып береді. Яғни, негізгі жаратылу мақсатымыз Аллахты тану, лайықты құл болу. Бұл жерде ішіп жеу, дүние мүлік табу, отбасын құру секілді күйбең тіршілік айтылып тұрған жоқ. Бұлар жаратылыс мақсатымыз емес, жай ғана табиғи қажеттіліктер. Пайғамбарлар бізге осы нұрға бастайтын сырлы жолды көрсетуге келген. Аятта Мұхаммед, сенен бұрынғы барлық пайғамбарларды күдіксіз менен басқа құдай жоқ, маған ғана құлшылық қылыңдар деген уақимен ғана жібердік. Әнбия сүресі 21-25 делінген. Басқа бір аятта да расында әр үмбетке Аллахқа құлшылық жасаңдар, азғындардан аулақ болыңдар дейтін елші жібердік. Олардың кейбірін Аллах тура жолға салды, кейбірі азғындап адасып кетті. Ал енді жер жүзін шарлаңдар да, халықты жоққа шығарғандардың ақыры не болғанын көріңдер. Нахл сүресі 16-36 делінген. Яғни пайғамбарлардың жіберілу мақсаты пұттарға табынудан сақтанып, Аллах тағалаға шынайы құл, адамдарға рухани жолбасшы болу. Пайғамбарымыздың ерекшелігі. Екі әлем сардарының жағдайы бұдан өзгеше. Ол барлық әлемге рақым ретінде адамзат пен жындарға құлшылық етуді үйрету үшін жіберілген. Абдуллах ибн Масғуд радиаллаху анху басынан өткен жайды былай баяндайды. Бірде пайғамбарымызбен бір жерге барған едім. Сонда ол айналама шеңбер сызып, бұл жерден кетпе, деді. Содан соң өзі бір жаққа кетіп қалды. Аздан соң пайғамбарымыз кеткен жақтан улаған-шулаған дауыстар естілді. Аллах елшісіне не болды екен деп қатты абыржи бастадым. Бірақ бұйрыққа мойын сынып, тұрған жерімнен қозғалмадым. Біраз уақыттан соң Аллах елшісі қайтып келді. У-шудың не екенін білгім келіп, пайғамбарым, әлгі шыққан шу не еді деп едім. Ол жын тайпасы маған иман келдіріп, биат серт етті. Иман келдіргендер мен имансыздар арасында талас тартыс шықты. Сен естіген шу сол. Әрі маған дүниеден озатыным туралы хабар берілді деп жауап қайырды. Аллах елшісі соңғы сөзімен, менің жіберілу мақсатым адамзат пен жындарға тура бағытты көрсету. Ал бүгін жындарда маған иман етіп бағынғанды. Демек, бұл өмірде қалуымның ешқандай мән мағынасы қалған жоқ. Ендеше бұл ғұмырмен қош айтыссам да болады дегенді мегзеген еді.
Осылайша ол пайғамбарлығының мақсатына тиісті сырларды паш еткен еді. Хазірет Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам үмбетіне дүние мен ақырет арасында таңдау жасауға қатысты: Аллахым, өмір сүру мен үшін қайырлы болғанға дейін өмір бер, өлім мен үшін әлдеқайда қайырлы болған сәтте жанымды ал, деп дұға үйретті. Екінші тарау: дінді насихаттау. Пайғамбарлардың жіберілу мақсаттарының бірі дінді тәблиғ ету, насихаттау. Егер олар келмегенде біз қалай ғибадат ету керектігін, не илахи заңдарды білмей жауапкершілігімізді сезіне алмас едік. Намаз, ораза, зекет, қажылық, тағы басқаның не екенін білмей, ішімдік, құмар ойындарды, зина, өзін-өзі өлтіру, өсімқорлық секілді харам әдеттердің соңы неге апарып соқтыратынын да білмес едік. Бірақ бақытымызға орай осы мәселелердің барлығын пайғамбарлар арқылы біліп үйрендік. Мұны қысқаша пайғамбарлық міндет деп те атаймыз. Пайғамбарлардың бәрі бірдей хабар әкелген, яғни әкелген заңдарының кейбір тармақтарындағы аздаған айырмашылықтарды есептемегенде бәрінің жеткізген діні бір. Ұлы жаратушы пайғамбарларға тиісті осы мақсат пен міндет хақында Құранда: олардың пайғамбарлардың өзіндік ерекшелігі сол, Аллахтың бұйрықтарын тәблиғ етіп, одан қорқады. Олар Аллахтан өзге ешкімнен де қорықпайды. Есеп беруде Аллах жетіп асады. Ахзаб сүресі 33-39 дейді. Осы ұлы мақсатты іске асыру үшін келгендіктен оларға еш нәрсе бөгет бола алмаған. Дүниенің астан кестеңі шығып, аспан төңкеріліп жатса да, бұл көзсіз батырлар сескенудің не екенін білмеген. Өйткені олар күллі әлемді жаратқан жалғыз Аллах тағаладан ғана қорқып, соған ғана тағзым еткен. Бұл жайлы Құранда пайғамбарымызға былай дейді: Ей Расул, Раббыңнан саған түскендерді тәблиғ ет. Егер іске асырмасаң, онда жүктелген елшілік міндеттеріңді орындамаған боласың. Аллах сені адамдарын сақтайды. Сөз жоқ, Аллах кәпірлерді мұрат мақсатына жеткізбейді. Мәида сүресі 5-67. Яғни, дінді жеткізу жолында жіберген әр кемшілігің пайғамбарлық міндетіңді орындау барысындағы кемшілік. Бұл сенің жеке өміріңе ғана емес, сонымен қатар барша адамдардың өміріне де өз зиянын тигізеді. Сенің міндетің күллі адамзатты нұрға бөлеу. Егер бұл міндетті орындай алмасаң, онда барлық адамдар қараңғылықтан көз ашпайды. Негізінде әз елші өзіне берілген міндетін терең ұғынып, сезінген жан болатын. Әйтпесе мұндай ұлық міндет оның тағдырына жазылмас еді. Уазипа. Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық міндет жүктелісімен оның бар ғұмыры халыққа дінді насихаттаумен өтті. Әркімнің есігін қағып өзіне құлақ түретін ақ жүректі, ақиқатқа ынтық жандарды іздеді. Бастапқыда қалың жұртшылық айтқан сөздеріне құлақ аспай теріс айналды. Келеке етіп мазаққа айналдырды. Тіпті ауыр соққыға да жықты. Жолына тікен шашып, намаз оқыған кезде басына түйенің қанжынын ақтырды. Сан түрлі жәбір көрсетіп жапа шектірді. Бірақ мұншалықты жансыздар жәбір көрсете, екі әлем сардары мойымады. Күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей, тәблиғ етуден жалықпады. Өйткені дүниеге келу мақсатының өзі осы болатын. Жаналқымынан алған адуынды дұшпандарына да сан рет барып, илахи құдайлық дәрмендерді жеткізуге мойымады. Әбу Жахил мен Әбу Ләхаб секілді дінге қанықас Аллах дұшпандарына да сан рет барып, түк өндіре алмай сан мәрте сабылып қайтса да, тауы шағылмай, ақиқатты жеткізуден танбады. Ол адамдарды тура жолға шақыру ниетімен ел қалың жиналатын жәрмеңкелерге баратын. Әркімнің есігін қағып аяғынан сабылатын. Алайда көпшілігі есіктерін тарс жауып, ақиқат нұрын көргісі келмей тыжырына қарайтын. Сонда да алған бетінен қайтпай, сол есіктерді қайта қағып оларды туралыққа шақырды. Меккеден үміт үзіп, кейін Таифқа кетті. Таифтың халқы сауық сайранды тәуір көретін. Рақат өмірге батып, асып тасқан таифтықтар күпірлікте меккеліктерден де асып түсті. Азғын тобыр заңғар көкпен таласқан шың секілді хақ пайғамбарға тас лақтырып, Таифтан қуып шықты. Олардың азғындап кеткені сонша, көк пен жердегі періштелерді тіктеп қарауға бата алмаған ай мен күннің сұлтанына дәті барып тас атты. Сол кезде Аллах елшісінің жанында балам деп бауырына басқан Заид ибн Хариса бартын. Заид лақтырылған тастарға да өз денесін қалқан етіп, сұлтандардың сұлтанын қорғап бақты. Сонда да мүбәрәк тәніне тиген тастар пайғамбарымыздың тұла бойын қан жоса етті. Аздан соң осы мейірімсіз, қатыгез адамдардан аулақ кетіп, бір ағаштың саясында аялдағаны сол еді.
Кенеттен Жәбірейіл періште келе қалды. Ол егер рұқсат берсе, осы маңайдағы бір тауды әлгі азғын адамдардың үстіне төңкере салатынын айтып ұсыныс жасады. Рақым пайғамбары өзін қатты налытқан осы сәтте де жоқ деп жауап қайырды. Көрген азабы мен шеккен жапасы шектен асса да, адасқан жандардың кейбірі, ең болмағанда ұрпақтарынан біреуі үмбетінің қатарына қосылып иманға келетін күн туатын болса, қандай азап көргеніне қарамастан жоқ деп жауап қайтарды. Содан кейін қолдарын жайып Раббысына жалбарынды. Аллахым, саған күш қуатым болмай әлсіз қалғаныммен, адамдардың алдында қорсын алғанымды айтып мұң шағамын. Уә әрхамар рахимин, сен қор болып төмен сыналған бейшаралардың Раббысысың. Менің де Раббымсың, мені кімге тастайсың? Сөзі мен ісі жаман алталасы бес бересі жоқ әлде кімдерге ме? Яки жүктелген ісіме келіккен дұшпандарға ма? Егер маған деген ашуың болмаса, онда шеккен жапа, көрген қиыншылықтарым мен үшін түк емес. Бірақ қашанда аса кең рақымдылығыңды қалаймын. Аллахым, ашуыңа тұтылғаннан, немесе разы болмауыңа душар болудан сенің сол бір зұлматтарды жап-жарық етіп жарқыратып, дүние мен ақырет істерін жөнге салған нұр дидарыңа сыйынамын. Аллахым, сен разы болғанға дейін кешіріміңді күтемін. Кешіріміңе ынтызармын, ынтықпын. Аллахым, барлық күш пен құдірет тек қана сенің қолыңда. Ол осылай дұға оқып жатқанда қасына біреу үнсіз жақындап келді де, табағындағы бір шоқ жүзімді Аллах елшісіне ұсынып, өтінемін, дәмнен алыңыз деді. Екі әлем сардары қолын табаққа созып, Аллах атымен бисмиллах деп бастайды. Жүзімді ұсынған адда сәтті әлгі адамға бұл тосын жағдай еді. Ол таңырқай, сен кімсің дейді. Аллах елшісі сонда, ақырғы елші әрі ақырғы нәбимін деп жауап қатты. Аддастың сан жылдар бойы көктен іздеген жерден табылып, тап қазір қарсы алдында тұрғандай болды. Тіпті күтпеген жерден жарқ етіп шыға келгені қандай ғажап еді. Ол дереу иман етті. Егер осы жайт болмағанда, пайғамбарымыз Таифтан мұңайып қайтар еді. Бұл мұң өзіне жасалған жәбірден туған мұң емес. Бұл ең болмағанда, бір адамға болса да ақиқатты саңлаулап жеткізе алмағаннан туған мұң болатын. Сөйтті де оның қуанышы қойнына сыймады. Өйткені Аддас оның себепкерлігімен тура жолды тапты. Ол бейне бір пайғамбарлардың дүлдүлі еді. Бір орнында тағат тауып тұра алмай шарқ ұрып, әр жерден ақиқатқа көзі ашық, көңілі пәк, көкірегі ояу жанды жанын салып іздеді. Ондай адам жолықса, оның жүрегіне бойлап рухындағы інжу маржанмен әлгі адамның жан дүниесін нұрға бөлейтін. Осылайша айналасындағы нұрлы шеңбер күн өткен сайын кеңейе түсті. Есесіне күпірлік те үсік шалған адамның денесіндей ісініп, асқынып бара жатты. Бүгінгі таңда әлемнің шығысы мен батысында исламның өркендеп өріс жаюын көре алмаған күншіл күпірдің қазаны бұрқылдай қайнап тасығаны секілді, сол дәуірде де Хазірет Мұхаммед алейхиссаламның айналасындағы нұрлы шеңбердің күн озған сайын кеңеюі күпірліктің шоғын қоздатты. Осы долы ашу оларды жаңсақ ойдың түпсіз құрылымына құлатты да олар күнді деммен өшіруге тырысқандай бәрі жұмылып иләхи құдайлық шырақты сөндіруге ұмтылды. Неткен бос әурешілік десеңізші. Көктегі күн жай ғана мысал, керек болса оның әкелген нұры күнге жарық беретін қасиетке ие. Ол нұр Аллахтың нұры. Аят олардың аянышты һәм күлкілі жағдайын былайша суреттейді. Олар Аллахтың нұрын ауыздарымен үпілеп өшіруді қалайды. Кәпірлер қаламасы да Аллах нұрын тәмамдаудан өзгені мақсат етпейді. Тәубе сүресі 9:32. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам 20 ғасырда да шырақ жағып жан сарайымызға ұшқын тастады. Мыңдаған жан оның тура жолына түсіп, ислам байрағын әлемнің заңғар шыңдарына тігуге асығуда. Демек, Аллах тағаланың мұраты әлемде Мұхаммедтік рухты қайта оятып, оның шоқтығын бәрінен биік ету екен. Себебі мұны күпірліктің долына көпірген ашуы да, шайтанның қитұрқы айла шарғылары да тоқтата алмауда. Ықыласпен шашылған дақыл бүгін болмаса да ертең сөзсіз өсіп өнеді. Өйткені Аллах Расулы әкелген нұр мәңгілік жарқырай бермек. Күн санап күпірлік күшейе түсті. Мекке рақым пайғамбарына пана бола алмады. Ол Мәдинаға хижрат етті. Осыдан кейін иләхи нұрын сол жерден жайып, бұл жолы яһудилермен, мұнафықтармен күресті. Күпірге қарсы соғыста тікелей өзі қолбасшы болды.
Соғыс алаңында тісі сынып, мүбәрәк жүзі қанға боялды. Ас сусыз қалған кездерде аз болған жоқ. Көбіне аштық азабын жеңілдету үшін ішіне тас байлап жүретін. Соған қарамастан тоқтап қалмай, жолын ары қарай жалғастыратын. Ол дінді тәблиғ етіп, насихаттауда бір сәт кідірмеді. Діннің ең ұсақ шарттарына дейін тынбай айтып түсіндіріп, толық айтып жеткізді. Ол Мәдинада өте үлкен еларалық, мемлекеттік мәселелермен айналысып жүрген кездерінде де жеке адамдарға тәблиғ жасауды еш уақытта тоқтатпады. Бір бәдәуи шөл адамы келіп, 100 мәрте айтылған бір мәселені және сұрай қалса, ерінбей, жалықпай, барлық ынта ықыласымен жауап беретін. Тәблиғ адамдарды хақ тағаланың түзу ақ жолына салу. Тәблиғ барлық пайғамбарлармен екі әлем сардарының келу мақсаты. Осы ақ жолдың мақсаты мен міндетін әр мұсылман өте жақсы біледі, білуге тиісті. Біз күніне ең аз дегенде 40 рет намаз оқу барысында Раббымыздан бізді сират мұстақимға, яғни тура жолға салуын тілейміз. Пайғамбарлардың, сыддықтардың, шейіттердің жүрген жолымен жүріп, олар шыққан биікке бізді де жеткізуін өтінеміз. Бұл аса үлкен, кең жол. Бұл жолдан әркімнің алатын белгілі бір нәсібі бар. Өйткені ақырғы Наби пайғамбар аятта айтылғандай, күллі әлемге рақым етіп жіберілген. Ол куәгер, сүйіншілеуші, һәм ескертуші. Құранда: «Ей Наби, сөз жоқ, біз сені куәгер, сүйіншілеуші, әрі ескертуші етіп жібердік» делінген. Ахзаб сүресі 33-45. Пайғамбарымыз 23 жыл бойы ауыр жауапкершілікті арқалап, дінді тәблиғ еткен. Осы міндетін айрықша құлшыныспен орындаған ерекше жан. Ол осындай ауыр жүкті арқалап жүріп, өмірінің ақырына біртіндеп жақындай берді. Қоштасу қажылығы болатын. Пайғамбарымыз ғұмырында бір-ақ рет қажылыққа барған. Умра мен қажылықты біріктіргені үшін оны үлкен қажылық деп атаймыз. Міне, осы соңғы қажылығында Аллах елшісі ақырғы рет түйесіне мінді де айтқысы келгендерін айтып бітіруге тырысты. Құндауы, әйел құқықтары, өсім, қауым мен ру арасындағы қарым-қатынастарға дейін барлық мәселені назарынан тыс қалдырған жоқ. Сөз соңында жамағаттан: «Уа халайық, тәблиғ еттім бе?» деп сұрады. Әрбір сұрағанында жамағаттынан «Иә, тәблиғ еттің» жауабын алған соң, Аллахты куә етіп: «Аллахым, куә бол» деді. Ол міндетін толық орындады. Сондықтан да ар-ожданы тыным тауып, көңілі жайланып, бірте-бірте Раббысына кетуге дайындалып жатты. Онсыз да сардар өз-өзіне есеп беріп, өмірінің әр сәтін сергектікпен өткізген сезімтал жан еді. Сондықтан да күллі ғұмырын ақыретке дайындықпен өткізді. Ол өз-өзінен: «Раббымның мені жіберген асыл мақсатына сай өмір сүре алдым ба екен?» деп жиі сұрайтын. Үшінші тарау: өміршең өнеге. Пайғамбарлардың жіберілу мақсатының бірі үмбеттеріне қайталанбас үлгі өнеге көрсету. Аллах тағала Құран кәрімде: «Міне, солар Аллахтың тура жолға салғандары, пайғамбарлар. Сен де олардың жолымен жүр» дейді. Әнғам сүресі 6-90. Бұл әркімді толғандыратын мәселе. Өйткені аятта пайғамбарымыздың өзіне де пайғамбарлардың есімдері айтылып, соларға ілесу нұсқалған. Бізге де Құран кәрім былай дейді: «Расында, сендерге Аллахтан және ақырет күнінен үміт еткендер мен Аллахты көп зікір еткендер үшін Аллахтың елшісінде жақсы үлгілер бар». Ахзаб сүресі 33-21. Пайғамбарлар біз үшін жолбасшы әрі имам. Намазда имамға ұйығанымыздай, өмірдің әр қадамында да оны үлгі тұтып, оның жолымен жүреміз. Бізге нағыз шынайы өмірді пайғамбарлар ғана көрсете алады. Исламның алғашқы дәуірін көргендер Аллах елшісінің қас-қағым сәттерінде қалт жібермей, мұқият қадағалап, одан үлгі өнеге алып отырған. Сол үшін де екі әлемнің сардары олар және олардан кейін келгендер жайлы мадақ сөздер айтқан. Бір заман келіп, бір жамағат ғазауатқа шығады. Сонда олардан: «Араларыңда Аллах елшісін көргендер бар ма?» деп сұралады. Олар: «Иә» деп жауап қатады. Сол кезде жеңіске жету жеңілдетіледі. Кейіннен басқа бір жамағат ғазауатқа шығады да олардан: «Араларыңда Аллах елшісіне сахабалық еткен адамды көргендер бар ма?» деп сұралады. Олар: «Иә» деп жауап береді.
Сонда оларға да жеңіске жету жеңілдетіледі. Көп замай басқа бір жамағат қазауатқа шығады. Олардан: араларыңда Аллах елшісінің сахабаларын көрген жандарға серік болғандарды көрген жандар бар ма? деп сұралады. Олар да: иә, деп жауап қайтарады. Сол сәт оларға да қорған қақпалары айқара ашылып, жеңіске жету жеңілдетіледі. Басқа хадисте пайғамбарымыз: адамдардың ең жақсысы менің замандастарым, сонан соң олардан кейін келгендер, сонан соң олардан кейін келгендер деп айтып отырып, өзіне жақын дәуірлердің ерекшелігіне мән береді. Өйткені олар бар ғұмырында Аллах елшісіне еріп, бойы мен ойын соған қарап түзейтін. Негізінде Аллах тағала үлгі өнеге етіп таңдаған осы адамға ұқсау әрбір пенденің мұраты болуға тиіс. Ақырында солай болды да. Өйткені сахаба, табиғин, табаи табиғиндер бұл мәселеге өте сақ қараған жандар. Осы тұрғыдан алғанда, олардың басқа ғасырда өмір сүрген адамдардан мәртебесі әлдеқайда биік болды. Иса Мәсих алейхиссалам қасиеттілердің байрақтары қолдарында деген. Қасиеттілер сөзімен пайғамбарымыздың үмбетін меңзеген. Бұл үлкен құрмет. Әлсізде болса бір хадисте Аллах елшісі менің үмбетімнің ғалымдары Израил ұрпақтарының пайғамбарлары секілді деген еді. Олар пайғамбарымыздың жолымен жүруде заңғар бір шыңға жеткені сонша, одан әрі қарай пайғамбарлық шыңының шекарасы басталатын. Міне, құлшылықтың шыңына шыққан Омар радиаллаху анху осының бірден бір дәлелі. Ол пайғамбарды өзіне жолбасшы етіп, бар ғұмырында оған ұқсауға тырысты. Көш басшының нұрына малынып, руханиятымен кемелденген. Сол себепті оның ғұмырымен өз өмірін айшықтап, өрнектеген теңдесі жоқ адам еді. Рим, Византия қақпалары оған айқара ашылып, өлкелер мен билеушілер қол астына топ-тобымен кіріп жатса да, өмір сүру дәстүрі өзгермеді. Палестинадағы Құдыс қаласы Омар радиаллаху анху заманында алынған болатын. Мұсылман әскерлері билікті қолға алғанмен, шіркеу қызметкерлері кілттерін бермей қарсыласып, еш қайсыңнан қала кілтін алатын адамның түр-сипатын көре алмай тұрмыз. Сондықтан кілттерді бере алмаймыз, дейді. Бұл жайт жөнінде дереу орталыққа хабар беріліп, алып халифа жолға шығады. Өзіне тиісті түйесі болмағандықтан, мемлекет қазынасынан қарызға бір түйе алып, құлымен кезектесіп мініп, сонау шалғайдағы Иерусалимге жол тартады. Тағдырын жазмышына қараңыз, қалаға жеткен кезде міну кезегі құлына келеді. Халифа түйеден түсіп, құлының бас тартып өтінгеніне қарамай, оны түйеге мінгізіп, өзі түйені жетектеп қалаға кіреді. Мына көріністен шіркеу қызметкерлері тебіріне толқып: міне, кітаптарымызда түр-түсі жазылған адам осы, деп кілттерді тапсырады. Сол заңғарды алып тылға Омар радиаллаху анху бір күні пұтқа табынушы ирандықтың қанжарынан жараланып, өлімші халде жатқанды. Қызметшілері: ас су ішесіз бе? деп сұрай қалса, кейде жауап бере алмай үнсіз қалып, кейде көздермен ғана жоқ деп ишарат жасайтын. Бірақ: ей мұсылмандардың әміршісі, намаз деген кезде: міне тұрып жатырмын, намаз оқымағандардың исламнан алар несібесі жоқ, деп шарасынан қан саулап тұрса да елең етпей намаз оқитын. Иә, осылайша пайғамбар нұрымен боялған олардың ғұмыры кейінгі толқындарға баға жетпес үлгі өнегеге айналды. 4-ші тарау: дүние мен ақырет теңдігін құру. Пайғамбарлар дүние мен ақырет тепе-теңдігін құру үшін келген. Адам баласы олар әкелген тепе-теңдіктен ауытқымай, астамдық пен кемшіліктен құтылып, дұрыс бағытын табады. Бұл монахтардай дүниені тәрк етіп, монастырларға қамалып, елден бөлектену, тұмшаланып, жалғыздықтың құлы болу емес. Керісінше, үнемі орта жолдан айырылмай тура өмір сүру. Бұл уахидің нұрлы әлемінде ғана қол жеткізетін табыс. Тек сана мен сезім арқылы ғана мұндай тепе-теңдік орныға салмайды. Әсіресе жалаң білім ешқашан бұл деңгейге жеткізген емес. Құран кәрім осы тепе-теңдік жайында: Аллахтың саған берген ырыс берекет мен ақырет мекенін ізде. Бірақ дүниедегі несібеңді де ұмытпа. Аллах саған жақсылық еткендей, сен де жақсылық істе. Сондай-ақ жер жүзінде бүлікке ілеспе. Күдіксіз, Аллах бүлікшілер мен содырларды жақсы көрмейді, дейді. Қасас сүресі 28-77. Осы илахи құдайлық тепе-теңдік Раббыңның ырыс несібесін тоқтаусыз, толассыз түсіндір. Дұға сүресі 93-11 деп ақиқаты айтылған мәселе таразының бір жағында. Сол күні дүниеде берілген барлық ырыс несібеден сұраққа тартыласыңдар.
Такасур сүресі 102:8 деп қатаң ескерту айтылған мәселе екінші жағында тұрады. Тепе-теңдіктің сұлтанына осы екі өлшем арқылы қол жеткізесіз. Әбу Бәкір радиаллаху анху бар дәулетін Аллах үшін сарп еткен жан болатын. Өйткені ұлы жолдағы шыншылдық осыны қажетсінді. Халифа болған шағында бір күні біреу кесемен салқын су берді. Ол кенет иығы селкілдеп көзінен жас бұршақтайды. Оны көріп қасындағы серіктер де көз жастарына ерік берді. Тіпті ол басылса да серіктер көз жастарын тыя алмай қойды. Сірә олардың өксігенін көріп қайта егілгенде шығар. Сосын көз жасын сүртіп өз-өзіне келді. Жанындағылар: «Сені мұншалықты жылатқан не нәрсе еді, Әбу Бәкір?» деп сұрады. Сондағы берген жауабы: «Бір күні Аллах елшісімен бірге болған кезімде пайғамбарымыз қолымен әлденені итеріп жатқандай болды. Бейне бір менен аулақ тұр дегендей. Мен пайғамбарым, әлденені өзіңізден аластатып жатырсыз, бірақ мен еш нәрсе көрмей тұрмын дедім. Ол сонда дүние барлық әшекейлі, әсем салтанатымен көз алдында дөңгелене көрініп, өзін қабылдатқысы келді. Сонда оған менен аулақ тұр дедім. Сол сәт кейін қарай шегініп жатып: «Уаллахи, сен құтылсаң да, сенен кейінгілер менің уысымнан құтыла алмайды» деді. Сол есіме түсіп, бір кесе су мен сұм дүние өзін қабыл еттірді-ау деп соған налып жыладым. Әбу Бәкір радиаллаху анху секілді жандар тепе-теңдіктен қия баспай өмір сүрді. Өйткені адамзатқа теңдессіз өнеге зеңгір жолбасшы пайғамбарымыз да осылай өмір сүрген болатын. 5-ші тарау: қарсылық қақпасын жабу. Пайғамбарлар ақыретте адам баласы Аллах тағалаға қарсы қандай да бір уәж айтпасын деп жіберілген. Бір аятта бұл мәселе былай баяндалған: елшілерден кейін адамдардың Аллахқа айтар желеуі болмас үшін пайғамбарларды сүйіншілеуші, қорқытушы етіп жібердік. Аллах азиз, аса үстем, хаким, хикмет иесі. Ниса сүресі 4:165. Пайғамбарлардан басқа небір ойшыл ғұламалар өздерін елден ерекше тұлғасындаған көсемдер қоғамды басы бүтін соңынан ертіп, өзіне толық иландыра алмаған. Сендіргенмен мақсаты мен мұраты илахи демеуден мақрым болғандықтан, олар ұсынған идея мен жобалар мен көрсеткен үлгі өнеге пендешіліктен аспаған. Сол себепті көп өтпей-ақ олардың өнімдері күздің қара суығы ұрған жапырақтай тез сырғайып, төгіліп, көп замай көзден де, көңілден де ұмыт болып жатады. Алайда пайғамбарлардың жөні басқа. Жоғарда айтып өткеніміздей, олар ерекше жаратылған. Олар әуелден-ақ ана құрсағында жатқанда пайғамбар еді. Олардың өмірлері құлақтан кіріп бойдалатын ғажап әуен бедерсің. Ал ауыздан шыққан әрбір сөзі үйіріліп түсіп, бір-бірімен үндестік тауып жататын. Сөздерін жаратылыс атаулы түгелде зейін қойып тыңдайтын. Пайғамбарлардың келуімен қаншама заманға ағысы өз арнасын тауып, қаншама көңілдің көкірек көзі оянып оларға ілесті. Әлемнің кейбір бұлжымастай көрінген заңдылықтары да бір уақыт тоқтап, пайғамбарлардың қалауы бойынша бағыт-бағдарын өзгертіп жатты. Пайғамбарлар сұлтанына бір көз салып қарасаңыз да жетіп жатыр. Тас, ағаш, топырақ, түрлі жан-жануардың әрқайсысы сол түрлердің атынан өз тілінде онымен тікелей байланыс құрып, пайғамбарлығын растады. Бусайри айтқандай, ағаш жақындап келіп өзіне тән тілде «Сен Аллахтың елшісісің» дейтін еді. Өйткені әрбір нәрсе пайғамбардың келуі арқылы ғана мән-мағынаға ие болып, болмыс атаулы қара түнектен құтылды. Ол Құранның тілімен оны пәктеп мадақтамайтын еш нәрсе жоқ. Бірақ сендер олардың тасбихтарын түсіне алмайсыңдар. Исра сүресі 17:44 деп бейне бір күллі жаратылысқа өмір сыйлағандай болды. Біз барлық нәрсені содан үйрендік. Заттар мен құбылыстар сол арқылы ғана хикмет тағына отырды. Әлбетте, адам өзінің бекерден бекер жаратылмағанын аңғарды. Әрбір пайғамбар адамдардың иман етуі үшін, сондай-ақ иланбағандардың күпірлікте сылтауы қалмасы үшін мұғжизалармен келген. Парасат падишасы барлық пайғамбарларға тиісті мұғжизаларды түгелдей көрсету арқылы өзіне барлығының бағынатынын ұқтырды. Әрбір үмбет өз пайғамбарларына тиісті мұғжизаларды көрді, тыңдады. Біз де Аллах елшісінен мыңдаған мұғжизаларды тамашаладық. Құрандай мәңгілік мұғжизаны әрдайым оқып, тыңдап келеміз. Бұдан кейін ешкімнің де қарсылық білдіріп, дау айтуға құқы жоқ. Аллах иман етуімізге қажет ақиқаттарды әр дәуірде жіберген пайғамбарлар арқылы өте анық та айқын түрде алдымызға жайып салды.
Бұған қоса Аллах: біз пайғамбар жібермейінше ешкімге азап етпейміз. Исра сүресі 17-15 деп айтқан. Демек, пайғамбарлар жіберілгені үшін ақыретте таразы орнатылады, әрі бүкіл адамзат есепке тартылады.